Қазіргі уақыттарда бір дұрыс емес, бір келеңсіз бір сөз бар, соны айтып кетіп жатамыз. Мысалы, кейбіреулер өзінің жұбайын жолдасым дейді. Біз қазір сізбен де жолдас боламыз. Екеуміз ана жерге бірге жүретін болсақ, ол жолдас. Әшейін бірге жол жүріп бара жатқан адамбыз. Кез келген уақытта мен былай кетуім керек деп кетіп қала саламыз, жауапкершілік жоқ. Мұны соны жолдас дейді қазақ тілінде. Олар өзінің жұбайына жолдасым деп жатады. Мен осы нәрсеге онша көңілім көншімейтін еді. Сөйтіп жүріп, ал Құранда, ақиқат кітап Құранда не айтылған екен деп бір ізденіп жүргенде алдымнан сап ете қалды. Құранда жұбайы деген сөз қолданылады екен. Сосын әйелі күйеуі деген сөз де қолданылады екен. Жолдасы деген сөз де қолданылады екен. Бірақ қайсы қай орында? Міне соны қараған кезде мағына шыға келеді. Құранда адам және былай, мына ер кісі мен мына әйел кісі екеуі отбасын құрды, некесін қиып, екеуі ерлі зайыпты болып, екеуі отбасын құрды, екеуінің ортасында пікір үйлесімділігі бар, ортада махаббат бар, ортада нәтиже ұрпақ бар. Міне сондай уақытта жұбайы деген сөз қолданылады екен. Мысалы, адам және оның жұбайы Хауа дейді. Екеуінің пікір үйлесімділігі де бәрі орында болды. Енді Нұх және оның әйелі деп келеді. Немесе Лот және оның әйелі, немесе Перғауын және оның әйелі деп келеді Құранда. Неге? Нұхтың өзі мұсылман болды да, әйелі кәпір болды. Не болмаса Лоттың де солай болды. Өзі мұсылман кәпір. Перғауынның өзі кәпір болды да, әйелі мұсылман болды. Асия анамыз. Міне сондай уақытта әйелі еркегі деген сөз қолданылады деген. Тіпті Закария және оның әйелі деп келеді. Ортада ұрпақ жоқ кезде. Кейін Яхия деген бала дүниеге келгеннен кейін Закария және оның жұбайы деген сөз қолданыла бастайды. Көрдіңіз ба? Бұл ал енді жолдасы деген сөз қайда қолданылады? Жолдасы деген сөз мына айтылып жатады ғой, өздеріңізде естіген боларсыздар, қиямет күнінде Алла тағаланың алдында әрбір ісіне адам жауап беріп жатқан кезде әр қасындағы өзінің туыстарын, аға, бауырларын, әкесін барлығын жаңағы кінәлай бастайды. Сіз маған осы үйретуіңіз керек еді деп. Сіз үйретпегенде мен мынадай қиындыққа тап болмайтын едім деп бір-бірін кінәлай бастаған кезде адамдар бір-бірінен қаша бастайды екен. Мен сен бір-бірінен. Соны Құранда келтіреді. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Он сондай бір күн бар, ол күнде адам өзінің бауырынан қашады. Ва уммихи ва абих, анасынан және әкесінен қашады. Ва сахибатихи ва бани. Міне осы жерде. Және жолдасынан және балаларынан қашады деп келеді. Жолдасы деген осы жерде қолданады. Яума яфиррул мар'у мин ахих ва уммихи ва абих ва сахибатихи ва бани. Яғни мына ерлі кісі мен мына әйел кісі екеуі ерлі зайыпты болып есептелінгенімен, екеуінің ортасында махаббат емес, оның керісінше бір-бірін кінәлаушы, бір-біріне деген реніш, өшпенділік болып тұрған кезде, ол кезде жолдас болып қалады екен. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.